Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ерекше фанта қосылып жасалатын керемет пирогтың рецептісімен бөліспекшімін. Жасалу жолы өте қарапайым, құрамы да үйден табылатын қолжетімді заттардан тұрады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ал граммдарын, мөлшерін төменде описание бөлімінде міндетті түрде жазып қалдырамын. Пирогты дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Одан кейін үстінен 150 граммдай қантымызды саламыз. Қалауларыңызға қарай осындай бір пачка ванилин қоссаңыздар болады, немесе қоспай қойсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап миксердің көмегімен аппақ болып көпіргенше, массамыз 2 есе ұлғайғанша жақсылап араластырып шығамыз. Бірінші миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Одан кейін жайлап жылдамдықты қосып отырып шайқаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай массамыз осылай ағарып шығу керек. Ал енді келесі кезекте ыдысымызға 180 грамм осындай фантамызды құйып өлшеп аламыз. Құйып алған фанта тәтті сусынымызды жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстінен құйып, миксердің көмегімен барлығы біріккенше жақсылап араластырып шығамыз. Достар, менің каналымда шығатын жаңа видео рецептерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі кезекте 1 стакан күнбағыс майын құйып, оны да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Құрметті көрермендер, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, видеоға лайк қойып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Біз барлық сұйық қоспаларымыздың барлығын араластырып алдық. Ендігі кезекте електегі ұнымыздың үстінен осындай бір пачка разрыхительді, яғни ұн қопсытқышты қосып, осы електің ішінде араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстінен ұнның барлығын бірден салып жібермей, осылай 2-ге немесе 3-ге бөліп салып, венчикпен жақсылап араластырып отырамыз. Осындай фанта қосылып жасалатын ерекше керемет пирогтың рецептісін әзірше қазақша ешқандай каналдардан таба алмайсыз. Сондықтан міндетті түрде осы тексерілген рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ұнды салғаннан кейін міндетті түрде ешқандай іртік немесе түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай қоймалжың өте нәзік қамыр шығады. Ал енді формамызды дайындап аламыз. Диаметрі 22 сантиметрлік формамызға құямыз. Мен осындай кальцоны пайдаландым. Сіздер асты алынатын формаға құйсаңыздар да болады. Бетін тегістеп, әсемдік үшін өздеріңіздің қалаған кез келген жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар болады. Мен осылай мандаринді салып шықтым. Апельсин салсаңыздар да болады. Пирогымызды алдын ала 160 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемі болып қызарып, биік болып көтеріліп шықты. Енді осы пирогымызды толықтай суытып аламыз. Содан кейін ғана барып формадан босатамыз. Суыған пирогтың бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп шығасыздар. Мен осылай жай ғана қант ұнтағын сеуіп шықтым. Қазір сіздерге пирогты кесіп көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, жұп-жұмсақ болып кесіліп жатыр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Көп уақытыңызды да алмайды. Осылай жылдам уақыттың ішінде биік болып көтеріліп, керемет болып пісіп шығады. Сүйікті көрермендер, видео рецепт ұнаған болса, пайдалы болған болса, міндетті түрде каналға подписаться батырмасын басып тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда сіздер келесі шығатын жаңа видео рецепті бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.